Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге холодец жасаймыз. Ол үшін бізге сирақ қажет. Ең алдымен сирақтарды жуып тазалап, бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып тастаймыз. Одан кейін бұл суды төгіп тастаймыз. Суын төгіп тастағаннан кейін екінші рет таза салқын су құйып 5-6 сағат қайнатып аламыз. 6 сағат қайнаттым, одан кейін тұз саламыз, лавр жапырағын саламыз, домалақ қара бұрыш саламыз, сарымсақты турап саламыз, одан соң жарты сағат тағы да бір қайнатып аламыз. Осылай сүйектері ажырап, жақсылап езіліп піседі. Еттерін, сүйектерін сүзіп аламыз. Сүзіп алғаннан кейін осылай майдалап турап аламыз. Ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады, бірақ та мен турап салдым. Майда сүйектері болады осындай. Сондықтан майдалап турап аламыз. Барлық еттерін осылай турап аламыз. Одан кейін жылы сорпаны осылай сүзіп аламыз. Сонда холодец тынық болып шығады. Енді туралған еттерді осылай ыдыстарға салып аламыз. Өздеріңіздің қалаған ыдыстарыңызға салсаңыздар болады. Одан соң үстіне сорпасын құйып шығамыз. Барлығын құйып болған соң тоңазытқышқа 4-5 сағатқа салып қоямыз. Сонда холодецтеріміз жақсы болып қатады. Тоңазытқышта тұрғаннан кейін 4-5 сағат осылай қатып, әдемі болып шығады. Мен осылай тарелкаға төңкеріп салып қойдым. Өте дәмді әрі пайдалы холодеціміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.